Бисмиллахир-рахманир-рахим. Исламдағы уәдені орындаудың үкімі. Уәдеде тұру мұсылманның бойындағы басты сипаттардың бірі, әрі діни толық ұстанғанының дәлелі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің құтпасында уәдесі жоқтың діні жоқ деп уәдені бұзудан сақ болу керектігін ескертіп отыратын болған. Ал уәдені бұзу екіжүзділіктің белгілерінен болып табылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям кімнің бойында төрт түрлі сипат болса, ол толық екіжүзді болып табылады. Кімнің бойында осы сипаттардың біреуі болса, одан арылмайынша бойында екіжүзділіктің белгісі болады. Олар оған сеніп тапсырылса, қиянат жасайды, сөйлесе өтірік айтады, серт орындамайды, біреумен бір істе ортақ шешім таппаса, шектен шығады деген мағынада айтылған. Мысалы, өтірік уәде беру арқылы өтірік жала жабу сынды тағы басқа істермен әдетте уәдесінде берік адамның қоғамда өзінің орны болып, адамдар ондай кісіге сенімділік пен құрмет танытады. Айтқан сөзінде мағына жоқ, көп уәдеге бергіш, алайда уәдесін орындамайтын адамның сөзінде де салмақ болмайды. Қазақ халқында да уәдеде беріктік, сөзде тұру сынды ұғымдар ерекше мағынаға ие болатын. Халқымыз айтылған сөзді атылған оққа теңеп, сөзді қайтарып алу, уәдені орындамауды ер жігіттің ары мен намысына үлкен сын деп таныған. Дініміздің қайнар көзі болған қасиетті Құранда уәдеде тұрудың артықшылықтары мен сауаптары жайында көптеп айтылған. Олар мыналар: уәдені орындау Алла тағаланың бұйрығы. Алла тағала уәделеріңді орындаңдар, сонда мен де уәдемді орындаймын, менен ғана қорқыңдар деп баяндайды Бақара сүресінің 40 аятында. Серт берсеңдер, Аллаға берген серттеріңді орындаңдар. Нақыл сүресінің 91 аятында Алла бұйырған. Уәдеде тұру шыншыл әрі тақуа адамдардың сипаты. Аятта былай делінеді: өзара байласқан уәдесін орындаушы, әрі таршылықта, қиыншылықта және соғыс кезінде сабыр етуші болса, міне солар шыншылдар, әрі солар тақуалар. Олай емес, кім өз уәдесін орындаса және тақуалық қылса, расында Алла тақуаларды жақсы көреді. Білім иелерінің сипаты. Білім мен парасат иелерін Алла тағала былай сипаттаған: Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, шын мәнінде Раббың тарапынан саған түсірілгенді шындық деп білген кісі соқыр кісімен тең бе? Мұны ақыл иелері ғана түсінеді. Олар сондай Алламен болған уәдесін орындағандар, әр серттерін бұзбағандар деп баяндайды Рағд сүресінің 19-20 аяттарында. Имандылықтың көрінісі. Алла тағала Құранда иман мен уәдеде тұрудың арасын былай деп байланыстырған: елші сендерді Раббыларыңа иман келтіруге шақырса да, Аллаға иман келтірмейтін сендерге не болды? Егер мүмин болсаңдар, негізінде Алла сендерден серт алған еді.